Құрметті жас талапкер, біз сіздерді Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, мемлекеттік және жергілікті басқару білім беру бағдарламасы бойынша жоғары білім алуға шақырамыз. Білім беру бағдарламасының мақсаты Қазақстанның мемлекеттік мекемелер мен жергілікті басқару құрылымдары үшін кәсіби мемлекеттік қызметкерлер даярлау. Мемлекеттік және жергілікті басқару, кәсіби мемлекеттік қызметші, кәсіби басқарушы болғысы келетіндер үшін қоғам элитасына кіру және озық басқару технологияларын еркін меңгергісі келетіндер және өз болашағына сенімді жастар үшін нағыз қажетті мамандық. Мемлекеттік және жергілікті басқару білім беру бағдарламасы бойынша білім алушылар мемлекетіміздің экономикалық ресурстарын тиімді пайдалануды, ақша несие, экономикалық қауіпсіздік саясатын нақты таңдай білуді, экономикалық мемлекетті реттеу, макроэкономикалық көрсеткіштер және бюджеттік қатынастарды сараптау, мемлекеттік қызмет пен адам ресурстарын басқару саласындағы кең спектрлі базалық білімді және кәсіби дағдыларды қалыптастырады. Университетімізде дарынды жастарды мемлекеттік қызметке тарту мақсатында Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаментімен бірлесе отырып, мемлекеттік қызмет мектебі ашылған. Мемлекеттік қызмет мектебі жас көшбасшыларды оқыту, мемлекеттік органдарда тағылымдамадан өткізу арқылы мемлекеттік қызметтің іс жүзіндегі дағдыларын үйренуге мүмкіндік береді. Білім алу мерзімі кезінде студенттер облысымыздың әкімшілік аумақтық құрылымдарында, қаржы ұйымдарында, экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімдерінде, мемлекеттік және жергілікті басқару органдарында және де коммуналдық кәсіпорындарда іс тәжірибеден өтеді. Бітірушілерге бизнес және басқару бакалавры академиялық дәрежесі беріледі. Бакалавриат түлектері мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы бойынша магистратурада білімдерін жалғастыра алады. Біздің елімізге кәсіпқой мамандар қажет. Біз сіздерді күтеміз.